Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін көпипай тортының рецептісімен бөліскім келеді. Құрамы табиғи, таза өнімдерден жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, қант, Қазақстан шоколады, сары май, қопсытқыш ұн, какао. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды шығарамыз. Ең басты ескеретін жайт: жұмыртқа бөлме температурасында болуы қажет. Үстіне қантымызды салып, жұмыртқамыз 2 еселенгенше, яғни ағарғанша араластырамыз. Жұмыртқамыз осылай 2 еселенген сәтте миксерлеуді тоқтатамыз. Қазақстан шоколадының үстіне сары майымызды салып, микроволновкада ерітеміз. Шоколад пен май осылай еріген сәтте екеуін біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса жасаймыз. Міне біздің шоколадымыз дайын, кішкене суытамыз. Құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды және какаомызды міндетті түрде електен өткіземіз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға ерітілген шоколадымызды құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Одан кейін құрғақ ингредиенттерімізді бірден салып, алғашында қасықпен араластырып, кейін миксермен біркелкі масса жасаймыз. Сапалы пергамент қағазымызға қажетті диаметрде сызып алып, 3-4 қасықтан қамырымызды салып шығамыз. Қамырымызды спатуланың көмегімен тегістеп жайып шығамыз. Бұл рецепт бойынша 4 көр шығады. Барлығын дәл осылай тегістеп жайып шығамыз. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе: қамыр ұзақ уақыт осы күйінде тұрып қалмау қажет, яғни барынша тез жаюға тырысу қажет. Себебі қамырдың құрамындағы шоколад пен май қоюландырып, оны қамырдың тез жаюына кедергісін келтіреді. «180 градуста 10-12 минут пісіреміз. Крем дайындауға кірісеміз. Өте суық сливкимізге бірден қантымызды салып, араластырамыз. Сливкиміз осылай қоюланған сәтте үстіне творожный сырымызды және маскарпонені қосамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз.
міне бізде осындай өз формасын ұстайтындай біркелкі крем болып шығуы қажет. Кремді өлшеп біркелкі етіп 3 бөлікке 3 кондитерлік қапқа салып аламыз. Міне осылай барлық кремді бірдей көлемде бөліп шығамыз. Вупипай тортын жинау үшін осындай домалақ насадканы қолданамыз. Егер сізде бұндай насадка болмаса, кондитерлік қаптың ұшын қиып, дәл сол күйінде пайдалансаңыздар болады. Толықтай суыған корждарымызды пергаменттен босатамыз. Торт корждары біркелкі болу үшін осындай кольцоның көмегімен қамырды кесіп аламыз. Тортты жинауға кірісеміз. Подложкамызға торт жылжып кетпес үшін кішкене крем жағып, коржымызды қоямыз. Корждарымызды осылай терісінен жинаймыз, сонда торттың ортасы, яғни разрезі түзу болып шығады. Осылай шетінен бастап кремімізбен шарикер жасап шығамыз. Ортасындағы кремді дөңгелектеп жағып шығамыз. Спатуланың көмегімен тегістейміз. Барлық торт корждарын дәл осы әдіспен жинап шығамыз. Торттың бетіне шоколадты глазурь дайындаймыз. Шоколадымызға ыстық сливкимізді қосып, араластырып, ерітеміз. Міне бізде глазурь дайын болды, енді осыны торттың бетіне құйып шығамыз.
Торттың әрлеуін өз қалауыңызша өзгертсеңіз болады. Мен бұл жолы шоколадтарды қолдандым. Торттың бетіне жазу үшін шоколады қату үшін тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Торттың бетіндегі глазурь қатқаннан кейін салқын торттың бетіне ақ шоколадты ыстық суға ерітіп жазу жазып шығамыз. Міне біздің тортымыз толықтай дайын болды. Отбасыңызды дәл осындай дәмі тіл үйіретін өз қолыңызбен жасалған тәттімен қуантсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.